Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазан айында шынайы имани сеніммен, яғни шын ниетімен сауабын тек Алладан ғана үміт етіп ораза ұстаса, Алла разылығы үшін Рамазан айында ораза ұстаса, ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи, бұрын соңғы бүкіл күнәлары не істейді? Кешіріледі дейді. Субханалла. Рамазан айында біз Алла үшін, я Алла, міне ораза ұстап жатырмын, сен үшін ғана, сенің разылығың үшін ғана міне ораза ұстап жатырмын деп шын жүрегіңізбен сауабын Алладан ғана үміт етіп, я Алла, ертең осы оразамның сауабын бергейсің, және ешқандай да күмәнім жоқ, я Алла, сен ешкімнің қақысын жемейсің, міне сен үшін ораза ұстадым деп Алла үшін шынайы ниетпен ұстайтын болсаңыз дейді оразаны. Субханаллахил азим, ұлы Раббымыз пәк. Аллах Тағала не істейді екен? Сізбенен біздің бұрын соңғы күнәларымыздың барлығын кешіреді екен. Алла күнәмізді кешіреді екен. Субханалла. Яғни Рамазан айы жақындап келе жатыр. Өте санаулы уақыт қалды. Оған аман есен жетеміз ба, жетпейміз бе, бір Алла біледі. Бірақ құрметті бауырлар, құрметті аға, бауыр, әпке, қарындастар, сіздер мен біздерді Алла Тағала Рамазан айына аман есен жеткізсін иншалла. Сондай-ақ Рамазан айын босқа өткізбей, пайдасыз істермен айналыстырмай, Рамазан айын лайықты деңгейде құлшылық етіп, ораза ұстап, Алланың құзырында қабыл болған оразадан етсін иншалла. Әмин. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, Мұхаммед пайғамбарымыз бір күні айт намазы уақытысында ғой, мешітке барып көрген болсаңыздар, имам кісілер баспалдақпен сатымен көтеріліп тұрып, шығып, үстіне тұрып уағыз айтады ғой, білесіздер, иә? Оны не деп айтады? Оны минбар дейді. Сол минбарға айт күнінде шығып бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыздың 3 рет сатымен көтеріліп бара жатқан кезде әмин, әмин, әмин деп 3 рет айтқандығы бар. Кейін сахабалары қасына келіп, я Аллахтың елшісі, я Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сіз жаңа минбарға көтеріліп бара жатқан кезіңізде 3 рет әмин, әмин, әмин деп айттыңыз. Оның сыры неде? Оның хикметі неде? Сіз не үшін олай істедіңіз деп сұраған екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған сол кезде періштелердің ішіндегі ең ұлысы Жәбрил алейхиссалам, яғни Жәбрил періште маған келді деген екен. Сол кезде маған 3 нәрсені айтқан деді. Ол қандай 3 нәрсе дейді? Біріншісі, я Мұхаммед дейді. Сенің есімің аталған кезде, яғни Мұхаммед деген есім аталған кезде, кімде-кім саған, яғни пайғамбарымыз Мұхаммедке кімде-кім салауат айтпаса, оның мұрны жер сүзсін деген екенді. Сол кезде мен әмин деп айттым дейді. Яғни сізбенен біз, құрметті мұсылман бауырлар, құрметті аға, бауыр, әпке, қарындастар, Алланың сүйікті құлдары, Мұхаммед деген есімді естіген кезде, қандай да бір жерде Мұхаммед деген сөзді естісеңіз, Мұхаммед деген есімді естіген кезде саллаллаху алейхи уассалам деп, немесе қазақ тілінде Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын деп салауат пен сәлем жолдауымыз керек екен. Кімде-кім сенің есімің аталған кезде саған салауат жолдамаса, ол адамның мұрны жер сүзсін деді. Сол кезде мен әмин деп айттым керек екен. Екіншісі, ата-анасы тірі бола тұра, кімде-кімнің әке-шешесі тірі бола тұра, әке-шешесінің разылығын ала алмаған адам, оның да мұрны жер сүзсін деген екен. Сол кезде пайғамбарымыз әмин деп айтқан екен. Үшіншісі, кімде-кім қасиетті Рамазан айында, жылына 1 рет келетін қасиетті Рамазан айына аман есен жете тұра, денсаулығы бар бола тұра,
ораза ұстамай бекерден бекер өткізген болса, оразаның сауабынан мақрұм қалса, субханалла, оның да мұрны жер сүзсін деген екен. Яғни тозаққа түссін деген сөз екен. Субханалла. Аллахумма иннана нас'алукал джанната ва наъуду бика минан нар. Алла тағаладан біз жәннетті сұраймыз және тозақ отынан сақта деп пана сұраймыз. Алла баршамызды тозақ отынан сақтасын. Демек, құрметті бауырлар, Рамазан айына аман есен жете тұра ораза ұстамасақ, жағдайымыз мүшкіл екен. Сондықтан қазірден бастап ораза ұстауға ниет етіңіз. Ораза ұстауға шынайы ниет етіңіз. Алладан жәрдем сұраңыз. Сондықтан وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Яғни Рамазан айы келіп тұрып, сол айда күнәлары кешірілмеген күйде өткізіп алған адамның мұрны жер сүзсін дегенде. Пайғамбарымыздың сөзі. Өйткені Рамазан айында күнәлар кешірілетін ай, жәннет қақпалары ашылып, тозақ қақпалары жабылатын ай, шайтандар кісенделетін ай, субханалла. Сондықтан, құрметті бауырлар, Рамазан айына аман есен жетуімізді нәсіп етсін Алла Тағала. Қазірден бастап, бүгіннен бастап, шынайы ниет етіп, дұғамызды жасап, жаман сөзімізді, жаман ісімізді қазірден бастап тастайық. Жамандықтан жақсылыққа қарай өзімізді өзгертейік, иншалла.